Армысыздар, көрермендер, сіздермен мінекей бүгін қорытынды жаңалықтарда жүздесіп отырмыз. 7 және 18 желтоқсан күндері аралығында мәңгілік елдің ертеңі кемел білім мен ана тілінде атты қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің апталығы болып өтті. Апталық барысында ашық сабақтар мен сабақтан тыс шаралар қоздырылды. Және қашықтан білім алушы оқушыларда апталыққа өз үлестерін қосып, түрлі онлайн өткен сайыстарда бақтарын сынаған болатын. Апта басы Гүлжан Амангелдиевнаның сиқырлы қалам атты ерекше форматтағы 4-ші Г сыныбында өткізілген ұлттық аспаптары атты ашық сабағымен басталса, Райбегір Мұхамедовичтің 3-ші Г сыныбына өткізілген «Мен де сәулетші боламын» тақырыбындағы сабағы себет әдісі арқылы ерекшеленді. Халықбек Сәтпаев 5-ші Г сынып оқушыларына судың пайдасы туралы қызықты ақпараттармен бөліссе, Гүлдана Максимовна 5-ші А сынып оқушыларына сақтар туралы тарихи мәліметтерді түсіндірді. Тәуелсіздік тарих тұлпарының қос тізгіні атты сыныптан тыс шара Айдана Айшуаққызы және Машықкер Әдемін Нұрланқызының бастамасымен 5-ші Б сыныбында өткізілді. Намысы мен елінің ту ететін ұлын елінің сүйікті ұлы болып, атынды азап қойдым. 5-ші А сыныбында ерекше нотамен бастау алған «Жомарттық қайырымдылық тамшысы» атты Алтынай Қабдоллақызының сабағы өткізілді. Арайлым Жасылбековнаның 9-ші Г сыныбында өткізген онлайн форматтағы ашық сабағы да жоғары деңгейде өтті. Дәстүрлі қазақ қоғамы, этникалық құрылымы және әлеуметтік ұйымдасуы сабағы Мұқат Қайыржановичтің жетекшілігімен 10-ші А сыныбында өткізілді. Енді сабағымызға тоқталатын. Ыбырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл ел қамқоршысы атты ашық сабағы Айдана Айшуаққызының жетекшілігімен 5-ші Б сыныбында өткізілді. Гүлдана Максимовна және Айдана Айшуақовна жетекшілік еткен Шоқан Уәлиханов ұлы тұлға атты әдеби және тарихи қос бағытты қамтыған 7-11 сыныптар аралығында Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған ауқымды конференция өткізілді. Мұрагер Біржанұлы 5-ші Г сынып оқушыларына ерекше ақпараттарға толы видеолар арқылы сақтар туралы мағлұматтарды түсіндірді. Қадыр Мырзалиев, арман мен ақыл. Шіркін-ай, күйші болсам балтамған бармағымнан, шіркін-ай, бейші болсам шығып бір арманымнан, шіркін-ай, әнші болсам кәдімгі күміс таңдай, шіркін-ай, батыр болсам айбаттар ұстандай, шіркін-ай, ғалым болсам тілдескен даналықпен әлемге мәлім ашқан, көп жаналықпен көзімнен күлім деген бір ұшқын, сезіппен сен алдымен білім деген бәйгеде озып кетер. Біреуді алдау оңай емес, бір күнде беріктері тұрар елдің бір күлдеп. Ақылсыздар келер мұнда ұтам деп, ақылдылар ұтылуы мүмкін деп. Жандос, қазақ тілі әдебиеті және тарих пәндерінің декадасына осылайша шолу жасадық. Рахмет, сөз кезегі өзіңде. Мінекей, көрермендер, аптаның қорытынды жаңалықтарын біз осылай түйіндедік. Амандықпен жүздескенше.